Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін 10 сәуір. Осы видеоны көріп отқан азаматтардың бәрі осы YouTube каналға, Еркебұлан қазақ каналы подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де бұл видео тек қана сіздерге осы біздің удил сбор мен первичканың жолындағы мәселеге ғана пайда қасатын видеомыз. Бұл дальнейшем өздеріңізге де болашақта бір мемлекеттік органдарға өздеріңіз уәждеріңізді, хаттарыңыз жазатын болсаңыздар, сіздерге де өте қатты пайда қасады. Сол үшін енді қазір біз бұл видеоны Қазақстан Республикасының Конституциялық сотына арыз жазу, арыз шағымдарымызды жіберу, хатымыз жазу үшін пайдаланып отырық. Дәл осындай алгоритммен басқа да мемлекеттік органдарға жіберулеріңізге болады. Олай болса, бірінші кезекте бәріңізде смартфонның ішіне не бар, Play Market деген бар, сол жерлерден Егов Mobile скачать етіп аласыздар. Егер де Егов Mobile өздеріңізде болса, тіп жақсы, керемет. Сол үшін міне мына телефонда тұр, Егов Mobile-ға кіреміз. Кірдік. Сол кірген кезде Егов мемлекеттік қызметкер тұр. Қасында өтініш, заң және тәртіп дегеннің екеуінің ортасында өтініш деген тұр. Көріп тұрсыздар, басты экранға өтеміз. Өтінішке басамыз. Сосын бізде пароль терістер осы жерде, немесе бір жерде Face ID болуы мүмкін. Сосын кіргеннен кейін өтініш беру батырмасы тұр, міне сол жақта көк болып қосылып тұр, осыған басамыз. Өтініш беруге. Сосын өтініш беруді загрузка болады. Шамалы интернетіңіз нашар болса, егер интернетіңіз жақсы болса, ары қарата кетеді. Кодекс түрі әкімшілік, рәсімдік, процестік кодекс тұра берсін. Өтініш түрі арыз мемлекеттік органға таңдауға. Осы жерге жазамыз Конституциялық сот деп, конс деп бастай берген кезде загрузка дейді шығады. Қазақстан Республикасының Конституциялық сотының аппараты, мемлекеттік мекемесі. Осыған басамыз. Осы аппаратыға жібереміз. Сосын аламыз да сипаттамаға. Мынау жерге ұстаймызды, ұстайып қойылу керек бізде. Кешірім өтінем. Қою батырмасын басамыз. Міне группалардан келген хат осылай келді. Сосын көрсетілмеген, мынау жерде бүйтіп төмен қарап түсеміз да, мекен-жайы бәрі бар. SMS алу тілі сізге жауап берген кезде мемлекеттік қазақ тілі, немесе керек болса орыс тілін өздеріңіз басып қойырсыздар. Екеуі қатар қолданылады. Сосын аламызды қол қою және жіберу батырмасын басамыз. Сосын Face ID тағы бізде бір өзі пароль. Содан өйстіп алады да, осыны жіберілген туралы хабарлама келеді. Содан кейін жоғарыдағы крестикті басып сәйгерлеріңізге болады. Содан назарларыңызға көп рахмет. Подписка ұмытпаймыз, құрметті бауырлар. Бәріміз бір ауыздан жіберейік, өтінішпен Конституциялық сотқа арыз шағымызды жіберейік. Сосын және де тағы да инструкцияларын бәріміз алып отыратын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Қолдауларыңызға шексіз алғысымызды білдіреміз.